Қоңырбай Аслан. Не айттың, Лариса? Таңдар мені ақылымды құлақтарына Самғатқа былай жүрейін. Самғатқа былай жүрейін. Бір рет көретін жер. Қой, жүре алмайм, мен маған. Кеп қойым. Жүр. Интергаз, Ақтөбеде. Командалардың құрамы. Ақтөбеде. Нөмір 7. Жамбылат Алматасар. Нөмір 6. Абзал Әмірхан. Нөмір 5. Нұрдәулет Орқатов. Нөмір 9. Анас Төреғалиев. Нөмір 8. Досжан Вахитов. Нөмір 3. Сергей Исеков. Нөмір 11. Фархат Имамов. Нөмір 21. Оңғар Нөмірбек. Нөмір 12. Асташев және нөмір 1. Әлбей Ісмұрат. Интергаз. Нөмір 7. Команда капитаны Мерей Аманғол. Нөмір 3. Марат Сакен. Нөмір 1. Нұрбек Нұрман. Нөмір 5. Аяқ Ален Аманбек. Нөмір 6. Елжан Шейбай. Нөмір 10. Дабыл Акен. Нөмір 10. Арман Емеуов. Нөмір 8. Жаслан Мақсұтов. Нөмір 12. Абылайхан Жолдасов. Нөмір 4. Елеу Нұрберген. Нөмір 2. Анар Төлеген. Нөмір 17. Арман Қуанышев. Нөмір 87. Асет Исаев. Және нөмір 9. Сарбай Еленаман. Құрмет достар, сіздермен бірге Энерголига 2025 байланыста қолына тиіп кетті, бірақ төрешілер байқамай қалды. Алаңдағы қос команда Ақтөбе ТЭЦ және Интергаз Орталық Азия. Интергаз бұған дейін бүгін бірінші ойыны өткізді. GPC-ге қарсы және ол матчта тең есеп тіркелді. Бір ұпай алды. Ал бұл екінші ойындары Азулы Ақтөбе ТЭЦ-ке қарсы. Ақтөбе ТЭЦ оңай шағылатын жаңғақ емес. Сондықтан Интергаз бүгін барын салып ұпай алып қалу үшін тырысатын болады. Мына жақта бір жанкүйеріміз Гүлбарам Тастемірова өлең жолдарын шығартты. Рұқсат етсеңіздер оқып берейік. Намыс қайда, жігіттер намыс қайда, жүректегі кегок дейтін қағыс қайда. Жерлеріне бөтен аң кіріп келсе, арыстанда жан үшін алыспай ма дейді. Кегоктың жанкүйері шығар. Кегоктың ойыншыларына өзінің назын, реншін өлең жолдарымен жеткізіп жатыр екен. Рахмет Гүлбарам Тастемірова. Бірақ енді бұл спорт. Спортта біреу жеңет, біреу жеңілет. Ол ақиқат. Көп болса тең ойын ойнауы мүмкін енді. Сондықтан
Волейболда жеңді энергосистеманы. Футболда жеңілді. Жоғалтқан еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Ал бүгінгі матчта есеп әзірше ашылған жоқ, 0-0. Лисенков. Ақ жейдемен ойнап жатқан Ақтөбе ТЭЦ, ал Интергаз өздерінің дәстүрлі қызыл жейделерімен алаңға шықты. Қызыл сойқандар деп ат қойған едім. Кей кезде сойқан болмай қалады. Лисенков доппен. Доп Ақтөбе ТЭЦте өздерінің айқын басым екендігін көрсеткісі келіп доппен жүруде. Және Елеу Нұрберген қарапайым жоқ жерден доптан айылып қалды. Керемет шабуылдан допты жай әшейін шығарып ала салды. Бұндай болар ма еді? Бұндай мүмкіндіктерді осылай жоққа шығара берсе, онда қалай жеңіске жетесіздер? Елеу Нұрберген соққа. Ален Аманбек, Аблайхан, Елжан. Есеп әзір өзгеріссіз 0-0. Доппен Интергаз. Интергаз деп айтуымыз болса, айтып аужығанша Ақтөбе ТЭЦ доп тартып алды. Ален Аманбек. Сергей Лисенков белсенді қимылдаңдар деп жатыр. Командаластарына прессинг қажет дейді. Лисенков өзі алға кетті, және Анас, бұндай мүмкіндікті қалай жаса алмадың? Бұдан қиын сәттерде гол соғып жүрген Анас. Және Сергей Лисенков матчтың есебін ашты.
Осылайша Сергей Лисенков командаластары гол сала алмай жатқаннан кейін өзі іске кірісті де матчтың есебін ашып берді. Есеп 1-0. Енді ойын қыза түсу керек. Манас Төреғалиев доп тартып алып өз соққы жасады және бұрыштама алды командасына. Және алмасып кетті алаңға. Манастың орнына бүгінгі туған күн иесі Досжан Бахитов кірді. Дәл солай Сергей Лисенков бұрын Ақтөбенің ойыншысы. Кәсіпқой деңгейде ойнаған ойыншы. Мына жерде Мерей Аманжоловқа қарсы ойын тәртібін бұзды. Екеулеп жүріп нүктеде Елеу Нұрберген өз соққы жасады және өте қауіпті, сәл қалды. Доп Ақтөбе тетісте. Және Интергаз командасы тайм-аут алды. Да? Сен брата келесі турнирде бірінші турнамаса ойнай алмайсың. Неге? Красный алмау соң. Қашан? Қай бір ой пропуск етіп кейінгі ғой. Горнякпен тұрдың ғой? Бровкіде тұрдық қой Горнякпен ойнады. Екінші лигаға ойнайын деп отырсың? Екінші лига. Қараған жоқ па? Ойын қайта жалғасты. ТС ойыншылары белсенді қорғануда. Доп Интергазда сақталды. Аблайхан Жолдасов. Досжан Бахитов. Және қақпашы тіреп алды. Сергей Лисенков. Доп Интергазда. Бұл шабуыл немен аяқталар екен?
Елеу Нұрберген оған қарсы 2-1 ойыншы. Оңғар Дәулетбек қақпашы қайтарды соққысын. Және Лисенковтың соққысы. Жойқын соққы, бірақ қақпадан қиыс. Оңғар Дәулетбек пас беруде қателесті. Бірақ Лезде өз қатесін өзі жуып шайды. Алиян Аманбек жақсы доппен дриблинг жасауда. Бірақ өте алмады. Артқа қарай пас берді. Ойын сәл саябырсып қалды. Сәлден кейін қайтадан күшейе түсу керек. Және Анас керемет алдап өтті бір ойыншыны. Неге деген сұрақ келеді бұл жерде. 7-ші нөмірдегі ТЭС ойыншысы. Неге қақпаға соққы жасамады деген. Бұл бізде Жанболат Алданазаров. Абылайхан. Лисенков аутқа шығарып жіберді. Лисенковтың алға сырған пасы командаластарына жеткен жоқ. Қақпашымен ойнауға болады Лисенковқа. Жанболатқа берді. Жанболат Анасқа. Ал Жанболат кезекті рет қате жіберді. Бүгін ойында Жанболат өз-өзіне ұқсамай жүр. Жақсы пас Елжан Жиенбаевқа берілген. Өз соққы жасады. Үшке 2 шабуыл. Өз соққы жасады және гол. Есеп 2-0.
Бетец есеп теңселеді. Гол авторы Жанболат Алданазаров. Есеп 2-0. Осылайша Жанболат Алданазаров сылбыр ойын көрсетіп жүрді де ақыры өзі гол соғып кетті. Біздің айтқанымызды естіп қалған сияқты. Есеп 2-0. Тәц командасы жеңіске жетуге тағы да бір табан жақындай түсті. Бірақ 2-0 деген есеп футзалда дым емес. 1 минутта 2-1 гол жіберуге болады. Досжан Бахитов соққы жасайтын жерде ұзақ ойланды. Интергаз қателесуде ойыншылары. Осылайша матчтың бірінші таймы аяқталды. Есеп 2-0. Тәц командасы жауапсыз 2 гол соқты. Запрос беріп, қайда қойды сізге бағаны запрос беріп, қақтай қоятын. Kençengdal қайтып шығам.
Матчтың екінші таймы басталды. Есеп 2-0. Алда Ақтөбе ТЭЦ. Қазақша айтатын болсақ, Ақтөбе жылу электр орталығы, қателеспесем. Дәл сол Ақтөбе ТЭЦ дәл қазір доппен. Сергей Лисенков матчтың есебін ашып берген ойыншы. Керемет пас алды Анастан және лезде соққы жасады. Анастың пасы да керемет бұл жерде. Гол болғанда, егер жаңағы сәт голдан пас әдеміректеу болып кететін сияқты. Жиынбаев Елжан боқтап жүріп ойнауда командаластарын. Себебі командаластары өзіне пастарды қисық беруде, артық жүгіртуде. Ален Аманбек қателесті, допты тоқтата алмады. Жиынбаев Елжан соңғы минуттарда өте жақсы ойнауда. Жақсы пас беруде. Атап өту керек, алдына жақта Лисенков. Не істедің? Аяғына доп тиіп кеткен сияқты. Ақтөбе ТЭЦ-дің қақпасында волейболдағы құрама ойыншысы Ізмұратов Әлби тұр. Досжан Бақитов. Қақпасымен бірге бір шығып гол салмады. Аблайхан, онымен бірге Жиынбаев Елжан. Мақсұтов Жаслан қателесуде. Бұл пас дұрыс емес. Лисенковтың пасы Фархат Имамовқа берген екен. Ален Аманбек соққы жасайтын кім бар екен? Аблайхан жолдаспен өзі соққы жасады. Лисенков алға асырды, бірақ бұл пас тым биік.
Ақтөбетец 5 ойыншы болып шабуылдауда, бірақ соңғы шешуші нүкте қоятын соққыны жасамай жатыр. Елеу Нұрберген 5-ші ойыншының рөлін атқарып жүр. Қақпашының орнына шығып, Атенов дабыл ақсаңдап жүріп алаңға кірді. Және керемет мүмкіндік. Атенов дабыл лезде шығып кетті. Жарақаты әлі толық жазылмаған сияқты, өзі де ақсаңдап жүр. Аяғы қиындық туғызып жатқан сияқты ойында. Фархат Имамов. Сергей Лисенков қауіпті айып соққысын орындауға дайын. Мерей Аманжоловқа тиді доп. Фархат, жақсы пас, Оңғар Дәулетбек. Гол жоқ. Фархат басымен допты қайтарды. Алайда ұзақ ойланып қалды. Фархатқа сары қағаз көрсетілетіні анық. Фархат Имамов. Ален Аманбек нүктеде тұр. Ален Аманбек соққысы қорғаушыға тиіп кері серпілді. Анат Төлегенов алаңда. Волейболшы Анат футболда да командасына көмектескісі келеді. Және Оңғар Дәулетбек бірге бір мүмкіндікті қалт жіберіп жатыр. Есеп 2-0 алда Ақтөбетец. Ойын тәртібі бұзылмаған екен. Мерей Аманжолов. Доп Интергазда сақталды. Және жойқын соққы, алайда тым биік. Жаслан Мақсұтовтың соққысы. Ақтөбетец командасы тайм-аут алды. Және төреші Аслан Қонарбай командаларды 1 минуттық демалысқа жіберді. Аслан Қонарбай Ақтөбедегі жас төрешілердің бірі, алайда жас болса да жойқын матчтарда төрелік етіп жүрген төреші. Қасындағы жұбы Арслан Тілеубергенов екен бүгін.
Алабай дейді. Алабай деуге де болады, я. Шамасы Асланды айтып тұрсыз ғой, Асланның Алабай деген лақап аты бар деп естігем. Дархан ағасы сәлем айтып жатыр Асланға. Тайм-аут аяқталды, ойын жалғасуда. Сергей Лисенков Досжан Бақитовке. Досжан артқа қарай. Лисенков оған қарсы Ален Аманбек. Жақсы пас, Оңғар Дәулетбек. Руслан Мақсұтовтың орнына Атенов дабыл кірді. Дабыл Интергаз сапындағы негізгі ойыншылардың бірі. Тек аяғының жарақат алып қалған олмаса, бүгінгі ойынға көмектесе алмауда. Елжан Жиынбаев доп тоқтата алмай қалды. Ізмұратов Әліби Тетстің кезекті шабуылын бастап берді. Досжан Бақитов. Доп жоғарыда қыстырылып қалған екен, бізде ойында сәл кідіріс болып қалуы мүмкін. Екінші доп бар екен. Жоғарыда тоқ қалды доп. Қақпашы сызықтан шығып кеткен екен. Допты лақтырмастан бұрын. Және Жиынбаев Елжан сәл қалды гол соғуға. Анас Төреғалиев пас өтті және соққы, қақпашы тіреп қалды. Оңғар Дәулетбекке неге пас бермеске? Сол қапталда жалғыз өзі ашық тұрған болар еді. Тест жанкүйерлері гол сұрауда. Лисенков Анаспен Оңғар Дәулетбек және өз соққы жасады. Қақпашы қақты. Ален Аманбек доп тоқтата алмады. Ана жақта Мерей Аманжол паркеттен тұра алмай жатыр. Мерейдің өзі жарақаттанған. Дабылды алмастырып жүреді.
Енді өзі де жарақаттанды. Осынан кейін дабылмен ешкім алмасқысы келмейтін сияқты. Жоғып жатқан сияқты. Есеп 2-0. Ақтөбе ТЭЦ алда. Матчтың соңғы минуттары. Ойын тәртібі бұзылған екен. Және Лисенков бос қақпаға гол соқты. Есеп 3-0. Гол! Ақтөбе ТЭЦ есепті еселеді. Гол авторы Сергей Лисенков. Есеп 3-0. Осылайша матчта есеп 3-0-ге жетті. Осымен ойынның нүктесі қойылған сияқты. Интергаз ендігі жете алмайды. 3-0-ден жету. Дәл бүгінгі матчта қиындау болатыны сөзсіз. Және қақпашы Ізмұратов Әлбей өзі гол соққысы келді ау деймін. Қақпаға тепті, бос қақпаға, бірақ сәттілік жетіспеді. Жиенбаев Елжан және есеп айырмасын қысқартып кетті. Бүгінгі матчтағы бірінші соққысын, бірінші голын салды. Интергаз командасы есеп айырмасын қысқартты. Есеп 1-3. Гол авторы Елжан Жиенбаев. Және де Ақтөбе ТЭЦ қарымта гол соқты. Есеп 4-1. Кім салды? Анасы ба? Анасы ба кім? Жетті ма? Гол авторы Жанболат Алданазаров.
Командалар 1 минут ішінде бір-бірімен гол алмасып алды. Есеп 4-1-ге жетті. Осылайша матч аяқталды. Ақтөбе ТЭЦ 4-1 есебімен айқын жеңіске жетті.